Сәлеметсіңдер ме, менің кішкентай бүлдіршіндерім. Балалар, бүгін біз өте қызықты тақырыпта оқу қызметін жалғастырамыз. Тақырыбы 1-ден 10-ға дейінгі сандар. Білім беру саласы таным, бөлімі қарапайым математика. Мақсаты балаларды түрлі есеп шығара білуге үйрету. Ойын арқылы есте сақтау қабілетін дамыту. Танымдық, шығармашылық, белсенділіктерін арттыру. Балаларды адамгершілікке, ұқыптылыққа, шапшаңдылыққа тәрбиелеу. Балалар, кәнекей, шаттық шеңберін құрып алайық. Мен айтамын, сендер менімен бірге қайталаңдар. Қайырлы күн, достым, қайырлы күн болсын. Сейсенбінің сәті сәттілікке толсын. Біздің алар бағымыз кілең бестік болсын. Жарайсыңдар балалар. Балалар, суретке қараймыз. Өзіміз білетін бұл мақтағыз бен мысық ертегісі. Білесіңдер, мақтағыз бен мысық ертегісінде мысық өте көп қиындықтарға тап болады. Ал енді мысыққа көмектессек қалай қарайсыңдар? Жарайсыңдар, өте дұрыс. Мысық бізден көмек сұрап тұр. Кәнекей, енді жолға шығайық, мысыққа көмектесейік. Мысыққа сиыр мынадай тапсырмалар беріпті. Орналастыр деген ойын сандарды өсу ретімен орналастыру қажет. Кәнекей, біз сандарды білеміз. 1-ден 10-ға дейін кезек-кезек санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсыңдар балалар. Біз жақсы көмектестік мысыққа. Ал енді келесі ағаштың берген тапсырмасын көрейік. Ағаштың тапсырмасы кім білгіш ойыны. Кәнекей, бәріміз мына суретке қарайық. 2 қосу 3 дейді. Тең болады 5. Жарайсыңдар. Ал енді келесі. 5-ке 2-ні қоссақ неше болады? Дұрыс, 7 болады. Ал енді 3-ке 3-ті қосайық. 6. Дұрыс. 4-ке 3-ті қоссақ болады 7. Дұрыс. Ал ендеше тағы да көрейік. 7-ге 2-ні қоссақ болады 9. Дұрыс. Ал ендеше 5-ке 5-ті қосып көрейік. 10. Жарайсыңдар балалар. Сендер білгіш екенсіңдер. Келесі, қыздардың да тапсырмасы бар екен балалар. Қыздардың тапсырмасы сергіту сәті. Кәнекей, бір сергіп алайық. Орнымыздан тұрайық бәріміз. Сылдыр-сылдыр сырғалар, құлағымда арғалар. Оң қолымда 5 саусақ, сол қолымда 5 саусақ. Саусақтарда сақина. Кәнекей, 1, 2, 3. Орныңа тез қон. Жарайсыңдар. Балалар, сендер өте белсенді қатысыңдар. Ал ендігі кезек мына біздің дүкеншінің тапсырмасын көрейік. Дүкеншінің тапсырмасы кім тез есептейді дейді. Кәнекей, ақ балапан, сары балапан, шұбар балапан, қара балапан, барлығы неше балапан? Өте дұрыс, барлығы 4 балапан. Ал келесі, алма ағашта 5 алма, қандай тәтті жесе алма? 5-еуін де жеп қойсам, қалады онда неше алма? Дұрыс, ешқандай алма қалмайды қолымызда ағашта, өйткені 5 ағаштағы 5 алманы да жеп қойсақ. Ал келесі, аулада 6 үйрек, қорада 3 үйрек. Бір үйрек тығылды, бір үйрек жығылды.
Қалғаны нешеурек? Ал бұл мен сендерге қойған сұрақты сендер маған жауабын айтыңдар. Мен күтемін сендерді. Тауықтың да тапсырмасы бар екен. Сандарды тура және кері санау. Кәнеки, бәріміз санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді осыны біз кері қарай санайық. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар балалар, сендер өте белсенді қатыстыңдар. Ал енді тышқанның да тапсырмасы бар екен. Цифрлар қайда жасырынған дейді. Балалар, қараңдар, біз сандарды білеміз. Кәнеки, бір санын табайық. Дұрыс, бір саны есіктің оң жағында және сол жағында тұр. 2 саны көлшікте тұр екен. 3 саны қайда тұр екен бізде? Дұрыс, ағашта тұр екен. 4 саны бізде терезеде тұр екен. Ал 5 саны қайда тұр екен? 5 саны үйдің шатырында тұр екен. Жарайсыңдар балалар. Ал мақтағыздың да тапсырмасы бар екен. Мақтағыздың да тапсырмасын орындаймыз ба? Жарайсыңдар, орындайық. Салыстырамыз. Кәнеки, бұл жерде біз суретте алманың, алмұрттың, өріктің, шиенің суретін көріп тұрмыз. Алманы санайықшы, кәнеки балалар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 алма бар екен. Ал алмұртты санайықшы. 1, 2, 3, 4. 4 алмұрт, 7 алма. Қайсы көп? Жарайсыңдар, бұл жерде 7 алма көп екен. Ал енді өрікті санайық. 1, 2, 3. Ал шие болса 1, 2, 3, 4, 5. 5 шие көп пе, әлде 3 өрік көп пе? Әрине, шие көп екен бұл жерде. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін сендер өте белсенді болдыңдар. Сендерге көп-көп рахмет. Қош сау болыңдар балақайлар.